амалын табам. Византия шекарасы келе жатыр. Бізді мұнда ханшайымды қайтару үшін шақырды екен дедік. Ханшайымды көрмей тұрмын. Ханшайымды бермейм. Сен бізге тұзақ құрдың, Османбек? Тұзақ па? Егер сендерге жамандық ойласам, ханшайымды Монголға берер едім. Османбек, мұнан ескер. Әскерім жақын маңда күтіп тұр. Бізге қарсы ойын құруға тырыспа. Әскерім жақында дейсің ғой, ә? Маған сес көрсетіп тұрмысың? Бұл жерге сендермен сөйлесуге келдім. Сендерді шабуға, немесе өлтіруге емес. Әуелі мұнан алыңдар. Бұран. Бұл не? Бұл қамалымызды жаулап алусыз болары. Бұл қалай болғаны? Сендерді император сатып кетті. Сендерді жою үшін. Монголға тек ханшайымды ғана емес. Қамалдарыңды да уәде етті. Жауыннан қашам деп бұршаққа тап болдыңдар. Бірақ әлі түсінген жоқсыңдар. Мен қамалым мен халқымды Монголға бермейм. Сен емес. Императорың беріп қойған. Бізді мұна жалған ақпармен алдайын деп тұрмысың? Император бізді ешқашан сатпайды. Сапында бірде-бір түрікбегі қалмаған естіп едім. Бәрі сенен теріс айналыпты. Шарасыздықтан дұшпаныңды сапыңа тартуға үміттеніп тұрсың. Мен мұндай Османды аямай. Осман! Текфур! Мен бұл жерге сенімен сөйлесуге келдім деймін. Бірақ сен ажалмен қауышуға асығып тұрсың. Төзімімді тауысушы болма. Бұл тапсырманы іске асыратын бір ғана мүмкіндігіміз бар. Қателесуге мүлдем болмайды. Моңғол мекенге келгенде, Византия әскеріне қарай жөнелесіңдер. Ұмытпаңдар, бұл істе жалғыз мұратымыз бар. Византия мен Моңғолды бір-біріне қырғызу. Жақсы. Кеттік. Кеттік.
Ханшайым қайда? Кіреші киімін киген батырлар да. Ал барлаушыларымыз ізінде қолбасшым. Осман. Қолбасшы, олар әрекетке көшті. Мына жақта. Нөкерлерім, кеттік. Қане.